Сәлем қыздар, барлықтарыңызға. Сіздермен бірге мен Гүлім. Бүгінгі шеберлік сабағымызда сіздермен бірге осындай 41-42 аяқ өлшеміне арналған ер адамдарға шұлық тоқитын боламыз. 3 бөліктен тұрады. Егжей-тегжейлі түсіндірілетін шеберлік сабақ болады. Бірінші бөлімінде резеңкесімен қонышын тоқимыз. Екінші бөлімінде өкшесі қалай шығарылады, қандай әдіс қолданамын, сонымен бөлісетін болам. Одан кейін шұлықтың ұзындығы үшінші бөлімінде осындай әдемі шұлықтың тұмсығы қалай тоқылатындығымен бөлісетін боламын, қыздар. Бізге қажетті құрал жабдықтар 2/5 нөміріндегі 5 біз, қайшы және тебен ине. Қыздар, бүгінгі шұлықты осындай тоқыма жіппен тоқитын боламын. Бұл 41-42 өлшем тура осы жіппен тоқыған кезде шығады. Мен осы жіпке қатысты осы өлшемді тоқып сіздерге үйрететін немесе бөлісетін боламын. Неге осындай жіп, түйенің жүні қолмен тоқуға арналған деп көрсетілген. Бұл жіпті мен өзіміз жақтан алдым. Интернет дүкендерден қарап көрсеңіздер болады. Бар болса, алуларыңызға болады. Қол жетімді бағада 1000-1200 теңге аралығында болуы керек. Этикеткасында 3-ші нөмірлі бізбен де тоқуға болады деп көрсетілген. Мен 2/5 бізбен тоқитын боламын. 100 грамда 300 метр. 41-42 аяқ өлшеміне арналған шұлыққа бір орамы осылай жеткілікті болады. Шеберлік сабақты тоқып бастамай тұрып, бастан аяқ қарап шығуларыңызға ұсыныс айтамын. Өйткені тоқымай тұрып қарап шыққан кезде қай жері қалай тоқылатынын көріп, есіңізге сақтап отырасыз. Одан кейін 5 бізіңізді алып тоқи бастаған кезде барлығы көз алдыңызға келіп отырады. Қосымша ұмытып қалған жерлеріңіз болса, шеберлік сабақты қосып, келген жеріңізге тоқтатып қойып, қайталап тоқуларыңызға болады. Ешқандай қиындық болмайды деген ойдамын. Барлығын қолымнан келгенше түсінікті жеткізуге тырысамын. Енді сіздерге бұл жерде айтып өтейін дегенім, неге алдарыңызда 2 түрлі жіптен тоқылған шахмат өрнегімен тоқылған шұлықтар тұр. Мен сіздерге осы үлгідегі шұлықтың екінші жақсыңарын тоқып үйрететін боламын. Және қосымша сіздерге таңдау ретінде мінекей осындай түрінде көрсетпекшімін. Бұл ангора жіптен 2 қабатталып тоқылған. Қандай жіп екендігін экран бетіне шығаратын боламын. Және де қарасаңыздар, өкше жағына арнайы шұлықтың өкшесін тоқыған кезінде мықтырақ қылуы үшін қосылатын неге жіп қосылған өкше жағына. Ал қалған қоныш жағы мен шұлығымыздың тұмсық жағына біркелкі ондай мықты жіпті қоспай, тек сол ангора жіптің өзімен тоқып шыққан болатымын. Неге? Бұл жерде сіздер тоқу барысында сіздерге барлығы түсінікті болады. Екеуі бірдей 60-60 ілмектен алынып тоқылған. Бірақ та шахмат өрнектерінде айырмашылық. Бұл жерде 10-10-нан бөлінген шахмат өрнегі. Ал енді мына жерде 6-6-дан бөлінген. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша, неге нақтылап анықтап көрсетейін, қай үлгі сізге көбірек ұнайды, сол бойынша бөліп алып тоқсаңыз болады. Ал қалған ілмектер жағынан, ұзындығы жағынан, қатар жағынан барлығы біркелкі. Осыны сіздерге біраз түсіндіріп айтып өтейін дедім. 60 ілмек теріп алуымыз керек біз. 2 бізімізді бірге қоямыз. Неге 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да сіздерге айта кететінім, осы бірінші бізде 21 ілмек
алуымыз керек. Біз бір ілмекті біз жұмысымызды дөңгелетіп біріктіру үшін кетеді. Сондықтан сол есебінде 21 ілмек теріп аламыз. Бірінші бізге. Келесі екінші безімізге 20, үшінші безімізге 20, сонымен барлығы 60 ілмек болады. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Неге 21 ілмек бірінші бізімізде. Келесі екінші бізімізге енді анық 20 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Екінші бізімізде 20. Енді үшінші бізімізге 20 ілмек теріп аламыз. Қыздар, сіздерге қалай ыңғайлы, өздеріңізге қандай ілмектерді теру әдісін қолданғыңыз келеді, сол бойынша да теріп алсаңыз болады. Мен барлығына белгілі осындай қарапайым ілмектерді теріп алу әдісін қолданып жатырмын. Бұл жерде 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді біз бастапқыда бізде бірінші бізімізде ілмектер 21 болған. Енді біз жұмысымызды айландырып тоқуымыз үшін бір ілмекті жұмысымызды біріктіруге жібереміз. Сонда барлық 3 бізімізде де 20 ілмектен барлығы 60 ілмек қалатын болады. Ол былай, қазір мен сіздерге жақындатып көрсетемін. Мінекей, сол қолымдағы біздегі бірінші ілмекті оң қолымдағы бізбен өткізіп аламын. Одан кейін мінекей қарасаңыздар, бірінші тұрған ілмекті үстінен өткіземін. Оны жіберемін мінекей. Енді ыңғайлап жіптерді тартып аламын екі жағынан бірдей. Мінекей, бізде осы жіпте әрбір қатардың аяқталғаны және басталатын жері осы қосалқы қалған жіптен білініп отырады. Ал жұмыс жібіміз мінекей тоқитын үнемі сол қолымыздың балан үйректің үстінде тұру керек. Мінекей, енді мен бұл жерде резинкесін әркім қалауынша тоқуына болады. Ал менімен бірдей қылып қайталап тоқимын десеңіздер, 3/1, яғни 3 оң, 1 теріс резинкесін солай тоқитын боламыз. Ол қалай болады? Мінекей, бастаймыз. 1 оң, 2 оң, бергі жақ қабырғасынан тоқыдым. Екеуінде. Үшінші оң тоқылатын ілмекті арғы жақ қабырғасынан бұрап тоқимын. Енді төртінші ілмекті терісінен тоқимын. Бір ілмек теріс тоқылады мінекей. Тура осы 4 ілмекті резинкенің соңына дейін қайталап тоқимын мінекей. Қайтадан бастаймын. 2 ілмекті бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқимын. 1, 2. Үшінші оң тоқылатын ілмекті арғы жақ қабырғасынан бұрап оң қылып тоқимын оны да. 4-ші ілмек теріс тоқылады. Тағы да қайталаймыз. Мұқият қарап отырып тоқсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. 1
оң бергі жақ қабырғасынан, екінші оң бергі жақ қабырғасынан, үшінші оң тоқылатын ілмекті арғы жақ қабырғасынан бұрап тоқимыз. Одан кейін бір ілмек теріс тоқылады. Тағы да қайталаймыз. Осы бір бізіміздегі ілмектерді сіздерге асықпай көрсетіп отыратын боламын. Қалған біздердегі ілмектерді өз еріктеріңізбен тоқи алатын боласыздар. Теріс тоқылды. Оң тоқимыз бергі жақ қабырғасынан. Тағы да екінші ілмек оң тоқылады. Мінекей. Енді үшінші ілмегіміз бізде арғы жақ қабырғасынан үнемі солай қайталап бұрап тоқып отырамыз. Соңынан бір ілмек теріс тоқылады. Мінекей қыздар. Қалған екі біздегі ілмектерді де тура осылай қалай көрсеттім. Бірінші бізде тура солай қайталап тоқимыз қыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Қатардың ілмектері мінекей. Бізде бірінші қатар аяқталды. Енді резеңкенің ұзындығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша қатар тоқығыларыңыз келеді, сонша қатарды тоқуларыңызға болады. Ал мен бұл жерде 14 қатар резеңкені тоқимын. Менімен бірге қайталап тоқысаңыздар, осындай 14 қатар резеңкенің ұзындығын тоқисыздар. Алдыңғы осы бірінші қатарда қалай тоқыдық, тура солай қайталап тоқисыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, екі ілмекті бергі жақ қабырғасынан оң, үшінші оң тоқылатын ілмекті арғы жақ қабырғасынан бұрап тоқимыз. Одан кейін бір ілмек теріс тоқылады. Бұл бізде резеңкенің 3-те 1 резеңке деп аталады. Өйткені 3 оң, 1 теріс тоқылады. Және теріс тоқылатын ілмектің алдындағы ілмек бұратылып оңнан тоқылады. Өйткені резеңкенің анығырақ жинақы болып тұруы үшін. Барлығын біркелкі бергі жақ қабырғасынан үшеуінде оң қылып тоқитын болсақ, бергі жақ қабырғасынан, онда біраз жайылып, резеңке екендігі нақты көрінбей қалады. Сондықтан осылай тоқимыз қыздар. Енді бұл менің тоқу әдісім. Тура айнытпай осылай тоқыңыздар деп шарт қоймаймын. Егер тура осы көргендеріңіздей шұлықты тоқып шыққыларыңыз келсе, қайталап тоқсаңыздар болады деп өзімнің тоқу әдісіммен бөлісіп жатқан жайым бар қыздар. Екеу, үшінші бұрап тоқимыз. Төртінші бір теріс ілмек. Екеу бергі жақ қабырғасынан үшінші ілмекті бұрап тоқимыз арғы жақ қабырғасынан, соңынан бір ілмек теріс. Тура осылай қайталап
тоқи береміз. 14 қатар тоқимын. Мінекей қыздар, мен қалаған 14 қатар резеңкесін тоқыдым. Енді осы жерде сіздер өз қалауларыңыз бойынша, мен өз қалауым бойынша өрнекті шахмат өрнегін бөліп алатын боламыз. Тоқып бастаймыз. Бұл жерде мен сіздерге нақтылап көрсетемін қазір. Мен 6 бөліктен бөліп тоқимын. 6 оң ілмектен, 6 теріс ілмектен шахмат өрнегін тоқып бастаймын. Мінекей. Бірінші оң ілмектерден бастайын. 3, 4, 5, 6. Келесі 6 ілмек теріс болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қайтадан 6 ілмек оң тоқылады. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қыздар, артық дыбыстар шығып жатса, кішкентай балалардың шыңғырған, қышқырған, көршінің балаларының дыбысы шығып жатыр, оған мән бермеңіздер, және алдын ала кешірім сұраймын. 2, 3, 4, 5, 6. Неге 6 оң тоқылды? Осылай кезекпен кезек 6 оң, 6 теріс тоқып, 3 ілмектегі біздерімізді аяқтаймыз. Неге 6 теріс, енді ары қарай 6 оң тоқылады. 4 оң, 4 оң, 5, 6. Енді теріс тоқимыз. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неге соңынан 6 ілмек тоқылуы керек? Неге 6 ілмек. Біз бастап тоқыған кезде оң ілмектермен бастағанбыз. Енді жұмысымыздың аяғына келген кезде теріс 6 ілмек болуы керек. Енді ары қарай қыздар жалғастырамыз. Тура осы қалыпты сақтап отырып, енді мен 8 қатар тоқимын. Әрбір 8 қатардан кейін ауыстырып тоқитын боламыз. Оң тоқылған 6 ілмекті теріс қылып, ал теріс тоқылған 6 ілмекті оң қылып ауыстырып тоқитын боламыз. Енді тура осы бөліп алған, тура егер мен сияқты осылай 6 ілмектен бөліп алған болсаңыз, онда 8 қатар тоқисыз. Тура осы өрнекті ілмектерді сақтап отырып, ал егер де 10 қылып бөліп алған болсаңыз, онда 12 қатар тоқисыз. Сонда бізде шахматтың өрнегі әдемі төп төртбұрышты болып сақталады.
Мінекей, тура осыны қайталап отырып тоқимыз енді қыздар. Маған 3 ілмекке бөліп тоқыған ыңғайлы қыздар. Ал егерде сіздерге ыңғайсыз болса, 4 ілмекке 15-15-тен бөліп алып тоқуларыңызға да болады. Онда тұрған ештеңке жоқ. Мінекей, мына жерде 6 теріс ілмек. Бұл бізде екінші қатар. Мен бірінші қатарын сіздерге нақтылап бөліп көрсеттім. Енді мен екінші қатарын тоқып жатырмын. Осындай 8 қатар тоқуым керекпін. Осы бөліп алған ретті сақтап отырып тоқимыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Санап отырып, қарап отырып тоқыңыздар. Бір ілмектен де қателесіп кетулеріңіз мүмкін. Ол шахматтың бұзылуына одан кейін әдемі болып көрінбей қалады. Мінекей, соңынан біз екінші қатарды да мінекей аяқтадық, қыздар. Мінекей, екі қатардан кейін де міне әдемі көрініп тұр. Қай жері теріс, қай жері оң тоқылғандығы. Осылай жалғастырып қыздар тоқимыз. 8 қатар. Мінекей, қыздар, 8 қатар тоқылды. Мінекей, төрт бұрыш топ әдемі. Өрнектің анық көрінгендігін мінекей байқап тұрсыздар. Енді қыздар, 8 қатардан кейін біз айтқанымдай оң ілмектерді теріске, теріс ілмектерді оң ілмектерге ауыстырып тоқимыз. Мінекей, бұл жерде бізде 6 ілмек оң тоқылған. Енді осы 6 ілмекті теріске ауыстырамыз. 3, 4, 5, 6. Мына жерде 6 ілмек теріс болып тұр, оны оң ілмектермен тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Келесі тура осылай қайталап барлығының орнын ауыстырып тоқып шығамыз. Мінекей, соңғы теріс ілмектер оң тоқылды. Жұмысымыз аяқталды. Мінекей, осы жіптен біліп отырасыздар. Енді тоқып жүрген қыздар болса, осы қосалқы жіптен ақ біліп отыруларыңызға болады. Жұмыстың айналып келіп аяқталатын жері және қайтадан жаңа қатардың басталатын жері. Енді қыздар, біз ауыстырып алдық ілмектердің орнын. Енді қайтадан біз бірінші қатарын тоқыдық. Енді тура алдыңғы төртбұрышты шахматтарды қалай тоқып шықтық, солай қайтадан 8 қатар тоқимыз. Мінекей, осылай қайталап тоқи береміз. Сонда сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Әрбір 8 қатардан кейін ілмектердің
орнын ауыстырып, шахмат өрнегін шығарып отырамыз. Мінекей, осылай жалғастырып тоқи береміз, қыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл бізде екінші қатар. Сіздерге тағы да нақтылап көрсетіп өтейін қазір. Шұлықтың қонышының ұзындығын өз қалауыңыз бойынша тоқсаңыз болады. Осы шахматтың санын 3-еу қылсаңыз да болады, 4-еу қылсаңыз, 5-еу қылсаңыз да болады. Қалауыңызша. Ал менің осы шұлықты тоқыған кезде 4 рет орнын ауыстырамын. Қазір мен екінші дайын шұлықтан сіздерге нақтылап көрсетіп жіберейін. Соңғы ілмектер менде екінші қатар аяқталды. Қыздар. Өте әдемі, нақты, тиянақты шахмат өрнегі шығып келе жатыр. Қыздар, менде дайын. Бір жақсыңары осы шұлықтың қараңыздар резеңкесінен кейін 1-еу өкшеге дейін санаймыз, өкшесіне дейін санаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Мінекей көрініп тұрғандай 4 рет орындарын ауыстырамын. Мінекей оң тоқылды, теріске ауысты. Қайтадан 8 қатардан кейін қайтадан оңға ауысты. Оң ілмектермен қайтадан 8 қатар. Оны тоқып болғаннан кейін қайтадан теріс ілмектермен 8 қатар. Қарап тұрғандарыңыздай, осы ұзындық, шұлықтың қонышының ұзындығы маған жеткілікті. Сіздерге қаласаңыздар, 3-еу қылсаңыздар да болады. Немесе 5-еу қылып тағы да бір шахмат өрнегін қосып тоқуларыңызға да болады. Балтырына дейін шұлық ұзындау болсын десеңіздер. Тоқыған адамның. Қыздар, көз алдарыңызда. Енді мен барлығы түсінікті болды ғой деген ойдамын. Ары қарай жалғастырамыз, қыздар. Мен 4 шахмат өрнегінің 4 қатары осылайынан 1, 2, 3, 4 қатар тоқылғанға дейін жалғастырамын. Егер тура менікі сияқты қылып тоқсаңыздар, сіздер де солай жалғастыруларыңызға болады. Ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Тоқып болғаннан кейін қайтадан қосылып сіздерге көрсететін боламын. Қыздар, мінекей алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, мен 4 рет ауыстырып, өзіме қажетті ұзындықты тоқып алдым. Мінекей. Сіздер де осылай өздеріңізге қажетті қалаған ұзындықтарыңызда тоқи аласыздар. Мінекей. Сіздерге қосылып көрсетіп өтейін дедім. Асықпай, қолдарыңызды шаршатпай, әдемілеп резеңкесі мен қонышын тоқсаңыздар болады. Назарларыңызға алғысым шексіз. Менімен бірге тоқығандарыңыз үшін қатты қуанышты боламын. Келесі шеберлік сабақтың екінші бөлімінде осындай өте әдемі өкшені бірге тоқып үйренетін боламыз. Араларыңызда дайын жұмысты көрген қалпында қайталап тоқи алатындай қабілеттері бар қыздар болса, шұлықтың дайын жағы мінекей тағы да бір рет анықтап көрсетіп шығайын. Менің келесі сабағым шыққанша тосқыларыңыз келмей, өз еркімізбен тоқимыз десеңіздер, осылай жалғастырып тоқуларыңызға болады. Мінекей өкшесі. Үстіңгі жағында қанша шахмат өрнегі ауыстырылып тоқылғандығында осы жерден скрин жасап алсаңыздар болады. Одан кейін шұлықтың тұмсығы бұрынғы тоқып жүрген шұлықтарымдікіне ұқсамайды, өзгешелеу әдіс.
Оны да егер көрген бетте тоқи алатын болсаңыз, мінекей осындай техниканы қолдандым. Жоқ, мен сізбен бірге тоқимын деп, менің келесі екінші, үшінші бөліктегі шеберлік сабақтарымды тосатын қыздарға алғысым шексіз. Келесі шеберлік сабақтарда қосылғанша барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін.